Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздерге түшпәрәні қалай дәмді етіп жасауды үйретемін. Бұл түшпәраның дәмі сондай керемет. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм ұнға біраз қасық тұз қосып араластырып, жылы сумен илейміз. Қамырымыз жұмсақ болса болмайды, сәл қаттылау болу керек, бірақ өте қатты болса да болмайды. Қамырымыз осындай болып иленуі керек. Бетін жауып, бөлме температурасында 30 минутқа тындырамыз. Сорпасына керекті көкөністерді дайындап аламыз. Қимасына ет пен пиязды турап аламыз. Еттің орнына фарш істесеңіз де болады. Мен етті ұсақтап турап алдым. Ет пен пияздың үстіне біраз қасық тұз қосамыз, сосын қара бұрыш ұнтағын қосамыз. Аз мөлшерде зыра қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Түшпәраның ішіне қосатын қимасы дайын болды. Енді жаңағы тындырып қойған қамырды жақсылап жаямыз. Жабысып қалмау үшін бетіне ұн себеміз. Сосын оқтаумен ораймыз. Осылай бүктеп кесіп аламыз. Әдемілеп төртбұрыштап кесеміз. Мына қамырларды кеуіп кетпеу үшін салафанға салып, шетінен түйеміз. Түшпәраның сорпасын дайындаймыз. Алдымен мөлшерлеп май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз ағарғанда басқа заттарды шетінен қосып, шетінен қуырамыз. Аз мөлшерде соя тұздығын қосып, араластырамыз. Бір қасық томат қосамыз. Ең соңында картоп қосып, жақсылап қуырамыз. Біраз қасық тұз қосамыз. Түшпәраңыздың көп аздығына қарай суды мөлшерлеп құясыз.
Сорпасы қайнағаннан кейін қақпағын ашып, жарты сағат мөлшерде қайнатамыз. Ал енді түшпара түюді бастаймыз. Түшпәралар дайын болды, енді оны сорпаға салып пісіреміз. Жасыл бұрыш пен қызыл бұрышты, сосын көк пияздың жартысын артынан қосамыз. Түбі жабысып қалмау үшін араластырып қоямыз. Қақпағын жапқаннан кейін қайнағанда қақпағын ашып 5 минут пісіреміз. Біздің түшпәрамыз дайын болды. Дәмі сондай күшті болған. Видео ұнаса лайк басып комментария қалдырыңыздар.